Саламатсыздар ма достар, менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеода мен осы көптеген осы маған сұрақтар қойылып жатыр WhatsApp арқылы, YouTube арқылы, соның ең осы актуальны деген ең керек көп қойылып жатқан сұрақтарға мен бүгін осы видеода жауап беретін боламын. Осы менің YouTube каналыма подписка жасай салыңыздар. Белгілі бір әртүрлі заңнамаға өзгерістер енгізіліп жатса, мен осы каналға әртүрлі видеолар сол тақырыптар бойынша салам. Осы видеоның астына мен ссылкамды қалдырып кетемін, менің WhatsApp-ыма және менің Instagram парақшасының осы ссылкасын. Осыларға бассаңыздар, менің Instagram-ыма немесе WhatsApp-ыма өтесіздер. Сол жерде өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, жауаптарыңызды алсаңыздар болады. Ең бірінші сұрақ бұл 42500 пособияны мен қалай алам деп көбісі видеоны көрсе де, көрмесе де осыны сұрап жатыр менен. Сіздер негізі менің YouTube каналымда мен көптеген видеолар түсірген болатын, осы 42500 пособияға қалай заявканы жіберу керек, оны қалай алу керек, және сол туралы естіні қалай төлеу керек, өздеріңіздің шотыңызды қалай көрсеңіздер болады, соның барлығын түсіріп жібердім, бірақ сонда да елдер негізі сұрап жатыр. Ең алдымен 42500-ді алу үшін сіздер осы 3 вариантыңыз бар. Ол біріншісі Telegram бот арқылы, екіншісі 42500 еңбек.kz сайт арқылы, үшіншісі ол осы egov.kz арқылы өзіңіздің заявкаларыңызды жіберсеңіздер болады. Бұның барлығын қалай жіберу керек екендігін мен от первого лица даже өзім түсіріп, қалай жіберу керек екендігін түсіндірген болатын. Мен YouTube каналыма кіріп, сол жерден көрсеңіздер, өзіңіз түсінесіз. Екінші сұрақ. 3 күнде заявкаға жауап келмеген жағдайда не істесем болады? Осындай сұрақтар қазіргі кезде көп келіп жатыр. Мысалы, біз еңбек.kz сайтына жіберсек, немесе Telegram арқылы жіберсек, негізі регламент бойынша мемлекет бізге 3 жұмыс күн аралығында бізге жауап беру керек. 3 күнде олар жауап бермеген жағдайда, негізі сіздер өзіңіз акиматқа звондап, Министерство социальной защиты, Министерство труда и социальной защиты населения деген осы орган бар. Осы органға звондап, сол жерден білсеңіздер болады. Сонымен қатар акиматта тағы да управление благосостояния народа деген орган бар. Осы управленияға звондап, интернетта номерларының барлығы бар. Қалай звондаймын деген сұрақтарыңыз да өте көп, бірақ интернетті ашсаңыз, сол жерде бүкілінің номерлары, адрестары барлығы бар. Сол жерден тауып, сол номерларға звондап, солардан сұрасаңыздар болады. Келесі сұраққа келетін болсақ, неге Telegram арқылы заявка жібергенде тіркеу номері бойынша хаттама келмейді? Қазіргі кезде Telegram бот арқылы өзі де негізі техникалық сбойлар болып жатыр. Кеше мысалы министр труда и социальной защиты, еңбек министрлігі осы прямой эфирға шыққан болатын. Сол прямой эфирді ол өзі де айтып кеткен болатын. Бізде қазір 3 миллион адам заявканы жіберген болатын. Сол 3 миллионның 1,5 миллионы, яғни 1,5 миллионы заявкалар қабылданды. Қалғандарынікі әлі қабылданған жоқ. Өйткені, мысалы 1,5 миллионның адамның өзі бір рет заявканы жібергеннен кейін бір қателіктері болып қалуы мүмкін, және тағы басқалар болған кезде адамдар повторно 3 рет, 4 рет, 5 рет заявканы жібереді. Сондай жағдайда осы техникалық сбойлар болып, негізі программа өзі үлгермейді робот ретінде сіздердің бүкіл заявкаларыңыздың бәрін қабылдап, ақшалардың барлығын распределять етуге. Келесі біздің сұраққа келетін болсақ, бұл бір шотпен басқа адамдар пособие ала ма? Мен осы сұрақ қойған адамның барлығына түсіндіріп кетем, яғни даже осы логически өзіңіз қарасаңыз, өзіңізді мемлекеттің орындағы адамдарға қойып көрсеңіздер, мысалы, біреудің атынан біреу өзінің шоты арқылы қойып, ақшасын алайын деп жатыр. Бұл негізі бір жағынан мошенничество сияқты көрінеді даже. Өйткені біреудің атынан, мысалы сіздің атыңыздан мен барамда өзімнің шотымды қоясам, маған шотыма ақша түседі, сіз сосын өзіңіздің ақшаңызды аласыз па, алмайсыз ба, ол екі талай. Сол сияқты бұл жерде де осы мемлекетте бір шот арқылы, мысалы бір семьядағы бүкіл адамдарға жіберетін болсаңыз, біреу ғана қабылдануы мүмкін, қалғандарының барлығына отказ келеді. Келесі сұрақ, бұл заявка толтыру барысында қате кеткен жағдайда не істеу керек? Бұны даже осы еңбек министрі айтып кеткен болатын. Егер сіздерде осы өзіңіздің айбан шотыңызда, яғни 20 сандық шотыңызда қате кеткен жағдайда, немесе иініңізде қате кеткен жағдайда, сіз қайттан заявканы тез беріп керек емес деп жатыр.
сіздер өйткені осымен техникалық сбой болады именно осындай жағдайларда. Соған байланысты мысалы сіздерге отказ келген жағдайда сізге сообщение міндетті түрде келеді. Сізге отказ болмасын, ақша түскен жағдайда осы заявкаңызға сізге бір жауап келеді. Сол жауапты күтіңіз. Сол жауап келген кезде сіздікі қате деген кезде содан кейін барып жіберсеңіз сіздің заявкаңыз тез арада қабылданып, тез арада сізге де жауап келеді. Сіздердің счеттарыңыз арест болған жағдайда мен қалай пособие аламын? Бұл сұраққа жауап менің YouTube каналымдағы бір видеом бар. Сол жерде мен қалай счет ашу керек екендігін, қалай именно специальный счет ашу керек екендігін айтып кеткен болатын. Сіз осы Халық банк арқылы онлайн даже доставкамен сізге осы карточканы алып келіп береді. Ол специальный счет аштырылады. Сол специальный счетты сіз аштырған жағдайда сізге осы специальный счетқа арестті қоя алмайды. Банкта қоя алмайды және сот орындаушылар. Келесі сұрақ, Telegram каналда уақытша істемеген жағдайда. Так, бұны мен жаңа айтып кеткен болатын, яғни осы Telegramда әртүрлі сбой техникалық және Telegramның осы нагрузкасына байланысты Telegramның өзі істемеуі де мүмкін кейбір жағдайларда. Соған байланысты Telegramды негізі өшіріп, қайттан жазып, яғни удалить етіп, және қайттан интернеттен Telegramды жазып, ең басынан қайттан заявканы жіберген дұрыс. Немесе Telegramды жай толтырып жатқан жағдайда өшіріп қайттан жазып көріңіз. Егер болса негізі істеп кетсе ол жақсы, көбінесе негізі Telegramда ондай жағдайда істемейді. Сол үшін біз көбінесе оны удалить етіп, содан кейін барып қайттан жазып алуымыз керек и жібереміз заявканы. Келесі сұраққа келетін болсақ, бұл ESP-ны заявка жібергенге дейін ба, немесе жібергеннен кейін төлеу керек па? Негізі ESP дегеніміздің өзі не? Бұл единый социальный совокупный платеж. Негізі совокупный платежды біз қазіргі кезде Каспи приложение арқылы төлесе де болады, яғни оны Каспи приложение кіріп, сол жерде платежы дегенге басып, единый совокупный платежды басамыз. Сол арқылы біз мысалы қалада тұратын болсақ, қазіргі кезде МРП-нің өсуіне байланысты 2770 па сондай теңге төлейміз. Ал ауылдық жерлерде тұрғандар 1400-1500 теңгедей төленеді. Ол Каспи приложение кірген кезде сізге анық көрсетіп тұрады. Осы ESP-ны сіздер ешқандай регламент жоқ, бірінші ESP-ны төлейміз, содан кейін барып заявканы жібереміз деген. Соған байланысты сіздер негізі заявканы жіберіп қойғаннан кейін сразу ESP-ны төлесеңіздер де болады, немесе заявканы жібермей тұрып ESP-ны төлесеңіздер де болады. Бірақ желательно көбінесе біз приказды оқыған кезде, немесе басқа заттарды оқыған кезде біз бірінші любой услуганы алатын кезде біз бірінші ақшаны төлейміз. Содан кейін барып услуганы аламыз. Соған байланысты бұл жерде де негізі бірінші ақшаны ESP-ны төлеп, содан кейін барып заявканы жіберген өте дұрыс болып табылады. Келесі біздің сұраққа келетін болсақ, бұл 42500 теңге пособияны счет болмаған жағдайда алуға бола ма? Бұндай сұрақтар қазіргі кезде көбейіп жатыр, бірақ шыны керек, сізде счетыңыз болмаған жағдайда ешқандай банкта, немесе Қазпоштада сіз бұл пособияны ала алмайсыз. Қазіргі кезде өздеріңіз көріп жатсыздар, сіздерге кейбіреуіне сообщение келеді. Осындай 1414-тен осындай кісі саламатсыздар ма? Сіздің осы счетыңызды осы SMS-қа ответ ретінде, жауап ретінде жазып жіберіңіздер деп. Бұл не үшін? Мысалы, сіз өзіңіздің заявкаңызды жіберген кезде адамдар негізі сол мемлекеттен сізді қарайды. Сізде осы счет бар ма, счет жоқ па, соның барлығын. Сіздің счетыңыз сол жерде некорректный болса, немесе счетыңыз болмаған жағдайда сізге осындай SMS жазып жібереді, счетыңызды жіберіңіз деп. Өйткені олар мысалы сізге 42500-ді одобрение береді, бірақ сізге осы 42500 теңгені қайда жібереді? Сіздің туысқандарыңызға жібермейді ғой, именно заявканы жіберіп жатқан сіз. Бізде мемлекетте сондай, и барлық мемлекеттерде сондай. Мысалы, заявканы сіз жіберсеңіз, сіздің ғана счетыңызға ақша түседі. Сол сияқты, мысалы, сізде счет болмаған жағдайда сіз бұл ақшаны ала алмайсыз. ИП бар, неге сообщение 2651 теңгені бізге қайтарып береді деген осы сообщение келеді дейді. Қазіргі кезде, мысалы, сіздің ИП-іңіз бар болған жағдайда, ол ИП-ны обязательно түрде сіздер жабуларыңыз керек. Сіздің ИП-іңіз ашық тұрса, мысалы сіздің ИП-іңіздің атыңыздан біреу жұмыс істеп жатса, немесе сіздің ИП-іңіз просто жай уақытша тоқтатылып тұрса, сізге бұл ақша тиесілі емес.
сізге 42.500 теңгені ешкім жібермейді бұндай жағдайда. Даже ESP-ны төлеген жағдайда сізге ESP-ңізді, ақшаңызды қайтарып береді. Соған байланысты, егер сіз осы пособияны алғыларыңыз келіп жатса, сіз ең алдымен өзіңіздің осы IP-ларыңызды жауып, содан кейін барып заявканы жібергендеріңіз дұрыс. Келесі сұрақ: пенсионерлер пособия ала ма деген сұрақ. Бұл жерде мен айтып кеткім келеді, бұл пособия, яғни 42.500 теңге, бұл тек пенсионерлерге емес, мүгедектерге емес, декретте отырған аналарға емес, именно осы өзінің төтенше жағдайларға байланысты, өзінің доходын жоғалтқан сондай адам және азаматтарға байланысты. Мысалы, сіз бұл жерде пенсионер, мүгедек, декретте отырған аналар болсаңыз, сіздерге бұған қарамайды. Сіздер мысалы пенсионер болып, бірақ бір жерде жұмыс істесеңіз, параллельно өзіңізге байланысты, немесе таксист болып істесеңіз, охранник болып істесеңіз, бұл неофициальный жұмыс болғанымен де, бірақ сіз негізі 42.500 пособияны алуға болады. Ал егер сіз жай пенсионер болып, осы күнге дейін жай ғана отырып келсеңіз үйде, онда сізге ешқандай ақша төленбейді. Соған байланысты негізі мүгедектерге де, декретте отырған аналарға да осындай жағдайға байланысты, мысалы мүгедектер, мысалы айтатын болсақ, параллельно осы жұмыс істейтін болса, мысалы тот же самый бағанағы таксист, немесе тағы охранада, няня болып, тағы басқа жерлерде жұмыс істеген жағдайда, мысалы сіз 42.500 теңге ала аласыздар. Бірақ декретте отырғандарға бұл жерде кішкене өзгеше, өйткені сіздің мысалы балаларыңыз бір жасқа толғанға дейін сіздер пособия ала алмайсыздар, именно осы төтенше жағдайға байланысты. Ал егер сіздің балаңыз 1 жастан асса, онда сіздер негізі пособияларды ала аласыздар, бірақ бұл жерде шектеу бар. Сіздің балаларыңыз 3 жасқа толғанға дейін сіз осы 42.500 пособияны ала аласыздар. Негізі осымен біздің видеомыз осымен аяқталды. Өздеріңіздің белгілі бір сұрақтарыңыз болып жатса, осы видеоның астында ссылка қалдырып кетем. Сол ссылкаға басып, мен WhatsApp-ыма өтіп, сол жерде маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.